Ассалаумағалейкум құрметті достар. ТО-сы бар немесе ИП-сы бар адамдарда осындай счеттарына арест қойып тастап, ограничение счета жасап тастайды. Яғни бұндай жағдайда счетқа ақша сала алмай қалады, ақша шеше алмай қалады және басқа да действие жасай алмай қалады. Өзінің дата ограничениесінің күні тұр және оны неисполнение, уведомление, устранение нарушения выявлено по результатам камеральный контроль деп осындай камеральный контрольдің нөмірі және оның датасы жазылып тұрады. Сумма ограничения полная блокировка счета дейді. Яғни счетты толық жауып тастаған. Бұндай жағдайда счеттан ақша снимать ете алмайсыздар, шеше алмайсыздар, счетқа ақша сала алмайсыздар, бірдеңе төлей алмайсыздар. Кто наложил ограничение? РГУ, УГД, ДПС, Жетісуский район, Алатауский район, Медеуский район, Чалкарский район деп шығып тұрады. Для решения вопроса необходимо обратиться в орган, выставивший. Сіздерге осындай хат келеді. Бұл налоговый кабинетке кірсеңіздер көресіздер. Немесе сіздердің личный кабинеттеріңізге электронный почтаға келу мүмкін. Күні, датасы, уведомление нөмірі, қандай органнан келгендігі жөнінде. Қарасаңыздар, он нарушение выявленных 15 мая 2023 года по налоговой отчетности 910. Оның периоды 1 июль мен 31 декабрь 2022 жылға периодта бір ақшаны дұрыс көрсетпеген, немесе сол периодқа отчет тапсырмаған болуы мүмкін. Немесе налогты аз көрсетті, оған көп ақша түскен болуы мүмкін. Сондай жағдайлар, және оның астын толық оқып шығуға болады. Бұндай жағдайда сіздің счетыңыздағы выпискеден қарап аласыздар. Выпискеде счетыңыздың нөмірі жазылған. 1 январь мен 30 июнь 2022 периодты таңдап, сол периодта қанша ақша түсті, соны қарап шығасыздар. Выписка. Мысалға, банкте неше түрлі счеттар болуы мүмкін. Осыдан міне қарасаңыздар, 300 теңге былай да былай оборотта болған, 92 мың болған. Яғни бұл тек қана бірінші беті және жоғары жағы. Бұның астында да қарасаңыздар, көп деген оборотта жүрген. Қазір мен көрсететін боламын. Итог оборот в национальной валюте, яғни 6 миллион 583 мың оборот жүрген. 6 миллион 517 мың, яғни снимать еткен болуы мүмкін. Немесе ақша түскен болуы мүмкін. Бірдеңе төлеген болуы мүмкін. Яғни осыны выяснить ету керек. Міне қарасаңыздар, 5 январь деп тұр. Және де сіздерге прошлый периодтарға тағы да осындай болып келуі мүмкін нарушение. 29 июль 2022 жыл. Сотый форма. 1 январь 2020, 31 декабрь 2020 деп. Ондайда кейбір нарушениелер болады. Және тағы бір нарушение, мысалға 200 форма 1 июль мен 30 сентябрь аралығында, квартал, 3 кварталда бір нарушение болған екен. Осындай нарушениелер келіп жатады. Сондай нарушениелер түрлерімен таныстырып жатырмын. Және де сізде басқа счет болса, мысалы басқа банктердегі, сол банктердегі счеттарда да периодын таңдап қарайсыздар. Қай периодқа нарушение келіп тұр, сол периодтағы ақшаларды сформировать етіп, өзіңіз есіңе түсіріп салыстырасыз. Және сол периодтағы жіберілген СФ-ларды, ЕСФ электронный счет фактураларын барлығын шығарып аласыздар. Бүгін көп болса шығарып алудың қажет жоқ. Бізде мысалға шамалы ғана оборот болған. Соны осылай шығарып алдым. Және сол периодта ЕСФ-ға таңдап 1 июль 2022 және 30 июнь 2022 деп таңдап, сол периодта тек қана осы бір ғана счет фактура жібергендігіміз туралы скриншот жасап алдым. Түсінікті болу үшін ақпарат. Сол барлық осы выписканы және де электронный счет фактураны осылай түсіндірме хатпен налоговый органға барасыздар. Бұл менің тәжірибемде болған түсіндірме хат. Яғни менде оқиға
камеральный контроль шотты жауып тастады. Мен сол периодта қарадым. Ол периодта маған ешқандай ақша түспеген. Мен ешқандай электронный шот фактура жібермегенмін. Мен шотыма ақша пополнение жасау үшін, шотты толықтыру үшін мен сол организацияға ақша төлегенмін. Яғни ол организация маған шот фактура жіберген. Соны мен скриншот жасап жібердім және түсіндірме хатта барлығын жаздым. Және де сіздер налоговый кабинетке кірген кезде осындай сияқты нарушениелер, предупреждениелер келеді. Сіздер ИП-ны біреуге тапсыруға бересіздер, ол үнемі жұмыс жасап жүреді. Ол алады да мына жерге удалениемен таныстым деп галочка қояды да, далее батырмасын басып, өзінің жұмысын жасай береді. Отчеттарын тапсырып береді. Налоговый отчеттар деген сияқты. Сосын ол жиналып бір күні риск высокий болып, сіздерге камеральный контроль жауып тастауы да мүмкін. Сіздер отчеттың тапсырылғандығына қуанып, аса қатты мән бермеулеріңіз мүмкін. Сол себепті тапсыратын адам таныстым деп галочка қойып, келесі этапқа өте береді. Жалпы егер сіздерде көп қиындықтар туындап жатса, мен сіздердің налогтарыңызды, отчеттарыңызды барлығын ай сайын жүргізіп беремін. Және де ол ИП-мен, ТО-мен жұмыс жасамайтын болсаңыздар, дәл осылай ИП-ларыңызды, ТО-ларыңызды жауып беремін. Декреттің уақытта ашқан ИП-ларыңызды да налог жүрмес үшін, камеральный контроль, басқа да шоттарға арест салмау үшін, шотыңызды жауып тастамас үшін жауып тастаймын ИП-ларыңызды. Қысыны қарасаңыздар, ИП-сі жабылған. Негізі ол 20 майда ашқан. Өзінің мақсаттар жүзеге аспағандықтан маған тапсырды. 4 шілде күні мені жауып тастадым. Дәл осылай сіздердің де ИП-ларыңызды, ТО-ларыңызды жауып беремін. Егер қаласаңыздар, назарларыңызға көп рахмет. Жалпы камеральный контрольдан келген нарушениелердің түрлері көп. Мүмкін сіздер отчет тапсырмаған болуыңыз мүмкін. Отчетта бір қате жіберген болуларыңыз мүмкін. Немесе шотыңызға ақша түсіп, соны көрсетпеген болуыңыз мүмкін. Бұл қосымша дополнительный отчет тапсыруды талап етіп тұрған болуы мүмкін. Налогтарын төлемеген болуыңыз мүмкін. Налогын дұрыс төлемеген болуыңыз мүмкін. Немесе пенялар ұзап кеткен болуы мүмкін. Яғни пенялар көбейіп кетсе, олар да шотты жауып тастайды.